Достар, бүгін еркектің ырбыңы деген абалденный салат дайындаймыз. Күйеулерің жұмыстан шаршап келіп, құдай-ау осы үйде бір жейтін тамақ бар ма өзі дегенде, осы салатты алдына бұл шеткізіп қоясыңдар. Алдымен пиязды көздерінің сорасын ағызып, майдалап турап аласыңдар да, бөлек ыдысқа салып, үстінен кішкене тұз сеуіп, сірке суыма, биттің суыма содан құйып, ол аздай қайнаған су құйып, 5 минуттай маринадтап аламыз. Одан кейін салатқа қосатын сырпыр ет беттеріңді алдын ала турайтынын турап, тергадан өткізетіндерін өткізіп дайындап қоясыңдар. Ал енді гламурный тәрілкенің үстіне көк шөп төсеп, дөңгелек кальцоға салатты жинаймыз. Мұндай кальций жоқ болса, сметананың пластмасс шелегінің түбін масқарасын шығарып ойып ала салсаңдар да болады. Еттің үстінен сасық пиязды салып, майонезді былшылдатып сеуіп тегістеп шығамыз. Одан кейін картопты салып, әбден таптап, дәміне қарай кішкене тұз сеуіп, үстінен тағы да келерің майонез заводта істейтіндей майонезді аямай құйып, былшылдатып жағып аламыз. Енді үстінен курицаның жұмыртқасын саламыз. Картопты жарып жұмыртқаны пісіруді ұмытып кетпеңдер. Тағы да үстінен шым-шым тұз себелеп, майонезді жағып аламыз. Соңында үстінен тергадан өткізілген сырды жаңбырлатып сеуіп, кішкене тегістейміз. Кальцоны аккуратны салатты шашып алмая байлап алып, үстінен дым фантазиясы жоқ адам сияқты грецкий орехтарды осылай қоя саламыз. Ойбай, мынау кімнің қатыны деген өтірік лапшаны құлақтарыңа іліп аласыңдар.